Қиыншылықтарды жеңу, сынақтардан сүрінбей өту әрбір пенденің өмірдегі басты мақсаты. Ешқашан берілгіміз және жеңілгіміз келмейді. Бірақ осының бәрін жасап жатырмыз ба? Қалауыңызды орындап жатырсыз ба? Күнделікті өмірімізде біз көптеген қиындықтарға тап боламыз. Кішкене келеңсіздіктерге шыдамай өмірден жеңіліп жатамыз. Тіпті бастамай жатып, қол сілтейтін адамдар да жеткілікті. Көптеген жандар тығырыққа тірелгенде сәтсіздік олардың тағдыры деп ойлайды. Бәрі сіздің қолыңызда. Әрқашан басқа адамдардың ойын тыңдай біліңіздер, ал шешімді өздеріңіз қабылдаңыздар. Ең басты құпия мықты жігердің және асқан төзімділіктің басым болуы. Кез келген мәселе біздің өміріміздің жартысы. Сол мәселелер арқылы ғана өзімізді шыңдап жетістікке жете аламыз. Ешқашан берілмеңіздер. Жан-жағыңызға қараңыз, сізден ауыр күнді бастан кешіп жатқан адамдар да бар. Ондай жағдайда ең бастысы өзіңіздің күшіңізге сеніп, жетістікке жетемін деген сенімде болыңыз. Бұл тірі қалудың немесе қайтсем де жетістікке жетудің амалы емес. Бұл сіздердің міндеттеріңіз. Бәрі сіздің қолыңызда. Басқалар сізге бұның бәрі саған не үшін қажет дегенде, себебі ол менің қолымнан келеді деп жауап беріңіз. Себебі сіз істей аласыз. Үлкен мақсатқа жету үшін көп тер төгу керектігін ұмытпаңыз. Қандай ауыр қиындықтар болмасын, оны жеңу, онымен күресу, табандылық таныту, өз-өзіңе сенімді болу, міне жетістікке жеткізетін қасиеттер сіздің де қолыңыздан келеді.